Сәлем достар, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы жомарттық 2, яғни алдыңғы жомарттық тақырыбының жалғасы болмақ. Алдымен тақырып жоспарымен таныс болайық. Бүгінгі тақырыптың мақсаты жақсылық жасаудың маңызын түсіндіру арқылы білім алушыны, яғни оқушыны жомарттыққа, мейірімділікке, жауапкершілікке тәрбиелеу. Ал сонымен бүгінгі тақырып жомарттық 2. Сабақты бүкіл әлемде хит болған көрініспен бастаймыз. Сабақ басталмас бұрын мұғалім әр партаға тарелкаларды жайғастырып шығады. Әр партаға тарелкалар қойылады және тарелкалардың ішінде тәттілер жасырынады. Мен оны мерси деп алдым. Бір оқушының алдына тарелка бос, ал екіншісі ішінде 2 конфет шығады. Видеода көрсетілгендей. Оқушы оны бөлісе ала ма, жомарттық танытып, әлде бөлісуді қаламай ма, соны тексеру үшін. Бұл тәжірибені жасауда одноразовый тарелка қолдануыңызға болады. Бұл тәжірибені жасаудан мақсат, біз алдыңғы сабақта жомарттық пирамидасын түсіндірген едік, яғни оқушылар бұл жерде жомарттық пирамидасының қай сатысында, қай деңгейінде тұрғанын анықтау үшін осы тәжірибені жасауды жөн көрдік. Және бұл тәжірибені жасаудан тағы да бір мақсат, ол өз-өзін кінәлау үшін емес, яғни сен бердің, сен бермедің деген сияқты емес, тек қана өз-өзіне есеп беру үшін, қай деңгейде екендігін көре алу үшін жасалынуы қажет. Және тағы да бір ескерту, кейбір оқушылар тәтті бермеуі мүмкін, яғни жобымен бөліспеуі мүмкін. Ол кезде сізде артық тәтті болу қажет, яғни тәтті алмаған оқушылардың реніш сезімі туындамау үшін. Соған орай алдын ала дайындық жасаңыз. Әдеттегіше алдымен оқушыларға бұл тақырып туралы қандай деңгейде біледі, не ойлайды, өткен сабақта не түсінді, не білді, оны анықтау үшін алдын ала сұрақтар әзірледік. Өткен жомарттық бір сабағында жомарттық туралы біраз түсінік қалыптастырылды деп ойлаймын. Бұл сабақта тағы толықтырулар болады және іс жүзінде тәжірибелер де болады. Сонымен жомарттық өзіңдегі бармен бөлісу, қолдан келген жақсылықты жасау, жылы жүзді болу, яғни қолдыңда, көңілдің, жүректіңде ашықтығы деген мағына екен, иә. Қазіргі заманымызда жомарт жандарға мұқтаждық өте басым. Адам әр заманда жаратылысқа мұқтаж, яғни қарым-қатынасқа мұқтаж. Сол үшін де адам үшін Хауа жаратылды емес пе, иә? Бір-бірімізге көңіл бөлу, уақыт бөлудің өзі қазіргі кезде үлкен жомарттық. Адам депрессияға түседі деп айтып жатамыз, иә? Оның бір себебі айналасындағы адам көп болуына қарамай, ол жалғыз. Бұл қалай? Себебі ол шынайы көңіл бөлетін, жылулық беретін, шынайы дос, сондай бір адамға мұқтаж болуы мүмкін екен. Сол үшін қарым-қатынасқа да жомарт болуымыз қазіргі күнде өте маңызды. Білгенімізбен және мүмкіндігімізге қарай қолымыздағы бармен бөлісуіміз абзал. Алдыңғы бетте егер мән берсеңіз, share сөзінде мұқият қараған болсаңыз, H әрпінде бөлісіп тұрғандай бір көрініс болды. Ал бұл бетте қолындағы алмамен бөлісіп жатыр, анау біреуі қолшатырмен, жылулықпен бөлісіп жатыр, иә. В общем, айтқым келгені презентациядағы әрбір деталь барынша жомарттықтың мағынасын аша түсуімізге көмекші. Біз үшін құнсыз деген дүние өзге біреудің өмір үшін өте маңызды болуы мүмкін. Олардың мұқтаждығын беру арқылы әрбір адамның өмірін өзгертуге өз үлесімізді қоса аламыз. Халқымызда біреуді мақтағанда нағыз жомарт екен, пейілі кең, қолы ашық екен деген сөздерді өте көп қолданған және ырымдап өзінің баласын жомарт деп қоятын болған екен. Және өз арамызда да жаны жомарт екен деген сөздерді қолданамыз, иә. Яғни мақтан етіп, олар біреу қол ұшын беріп жатса, тым құрса жылы сөзбен деп, уайым болтын селдеп, көңілін аулап жатса, сондай адамдарды жаны жомарт екен, ізгілікке құштар жан екен деген сөздермен мақтап жатамыз. Негізі жомарттық ол үлкен байлық. Адам осы байлықпен өмірге келген. Абайдың тілімен айтатын болсақ, махаббат пен жаратқан Аллах адам затты деген екен. Демек, бұл қасиет бойымызда да бар.
болмысымызбен болысу арқылы, басқаларға жәрдем қолын созу арқылы, басқаларға сүйіспеншілікпен қарау арқылы біз сол бойымыздағы, болмысымыздағы қасиетті көрсете аламыз. Жаңа айтқанымыздай, жалпы адамның болмысында жомарттық бар. Бірақ өскен ортасы, араласатын адамдарының ықпалымен бұл жомарттық не өседі, немесе өшеді. Адамдар өте ауқатты, бай болуы мүмкін, бірақ ешкіммен ештеңе бөліспесе, онда ол сараң. Ондай адамдарды дүние қоңыз деп айтып жатады, иә? Олар айналасына күдікпен қарайды. Мысалы, мына маған жақындады, түбінде менен бірдеңе сұрамақшы шығар, немесе олар тіпті күлімсіреуден де қашады екен. Күлімдеп қалсам бітті, басқалардың маған келуіне жол ашамын дегенде ой оларды ылғи мазалайды. Ал жомарт болу үшін бай болу міндетті емес. Керісінше, бай болу үшін жомарт болу керек. Себебі байлық жомарттықпен сақталады. Дінімізде де оны өте керемет айтқан: садақа, зекет беріңдер де байлықтарыңды қорғаңдар деген сияқты. Жомарт адам лақылдаған бұлақ секілді, ал сараң адам ол тоспадағы сасыған су секілді. Тоспадағы суға жаңадан су кеп құйылмайды, және одан су сыртқа шықпайды да. Ағып кету деген нәрсе оған мүлдем жат. Ол өзінің тоспасында тұрып, ақыр соңы құриды екен. Оған жаңару, тазару, тасып сыртқа шығу деген нәрсе мүлдем жат. Сондықтан да сараңдықтың соңы ол өз басының соры болады, ал жомарттық ол бақытқа жол деп айтып жататынымыз осыдан екен. Жалпы түсіндіргіміз келгені, егер бақытқа қол жеткізгіміз келсе, онда рухани әрі дүниелік, материалдық тұрғыдан жомарт болғанымыз абзал. Келесі бөлім жомарттықтың пайдасы. Қайта-қайта айтудан шаршамайтын сөзіміз ол жомарттық таныту үшін қалтамыздың толы, мансабымыздың жоғары, табысымыздың жоғары болуын міндетті емес, және оны күтудің де қажеті жоқ. Көршім аш бола тұра мен қалай тыныш ұйықтаймын деген ата-бабаларымыз ешқашанда қалтасының толы болуын, бай болуын, сондай бір моменттің келуін күтпеген. Қолындағы барын өзгелерге бөліп берген күннің өзінде де олардың ризығы молайған, азаймаған. Демек, жомарт болу адамды кедейлендірмейді, керісінше кемелдікке жол ашады. Жомарттық ол адам бойындағы еңбекқорлық, адамгершілік, мейірімділік деген қасиеттерді арттырады екен. Жомарттық жасаған адам қайырымдылықтың бойына берер қуатын, өміріне кіргізген берекесін бір сезінгеннен соң әрі қарай ол ісін жалғастыруды мақсат етеді. Қиын сәтте қолдау тапқан адам да жағдайы болған кезде өзі секілді қиналған адамдарға қолын созуға тырысады. Өткен сабақта қызыммен болған әңгімені айтып беріп едім ғой, ол мұқтаж жанға берді, және сол кезде мама, бойымда сондай бір жүрегімде жылылық сезім болды, мен тағы да басқаларға көмектескім келді деп айтты. Яғни жомарттық адамды ынталандырады екен келесі жомарттыққа. Ал келесі жомарттық жасауымыз үшін бізге тағы да еңбектену қажет. Демек, жомарттық адамды еңбекке де баулиды. Мейірімділік түсінігін қалыптастырады дедік, жоғарыда айтқанымыздай. Демек, жомарттықтың пайдасы мол болуы мүмкін, бірақ зияны мүлдем жоқ. Осы уақытқа дейін түсінгеніміз бойынша. Тек ысырапшылдыққа, шектен шығуға және өзгелер көрсін деп жасауға, сондай бір ойдың, сезімнің болуына жол бермеуіміз қажет. Ниетімізді жаңартып отыруымыз қажет. Біз бүгінгі жомарттық тақырыбындағы презентацияның суреттерін көбінесе өсімдіктер және жасыл түс етіп алдық. Өсімдіктің дәнін егеміз, оған біраз күтім жасаймыз. Уақыт келгенде ол да бізге өзінің көмегін тигізеді. Жемісін береді, саясында паналаймыз деген сияқты. Және одан бөлек жомарттық тек қана адамға емес, қоршаған ортаға, табиғатқа, жануарларға да жасалынуы қажет. Келесі жомарттық әлеуметтік мәселелердің шешімі.
Шынымен солай. Мысалы, жомарттық жасау арқылы біз қылмыстардың азаюына әсер ете аламыз. Ұрлық, тонау деген сияқты қоғамдағы тепе-теңсіздік және де әділетсіздіктің алдын ала аламыз. Жомарттық жасау арқылы жастардың білім алуына жол ашамыз. Олар мысалы қаржылай жетіспеушіліктен ерте жұмысқа шығып жатқан базардағы балаларды көреміз. Егер олар жұмыс жасауға кетірген уақытын білім алуға жұмсаса, әуелі өзінің болашағына, отбасына, одан ары қоғамның да дамуына үлкен үлесін қосқан болар еді. Жомарттық ол еліміздің тыныш, бейбіт күн кешуіне де себепкер болады. Негізі халқымыз өте жомарттығымен ерекшеленген халық. Содан болар екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақ даласына 3 миллиондай өзге ұлт өкілі қоныс аударған екен. Еліміз қиын заманда өзгелерді бауырына басып, бір жомарттық танытқан, үлгі бола алған. Медициналық көмекті қажет ететін немесе ауыр дертке шалдыққан адамдарға көмектесу арқылы біз жомарттық жасай аламыз. Олардың уақытылы ем алуына немесе дерттен тезірек ауығуына, жақсы өмір сүруіне көмекші бола аламыз. Демек, жомарттық әлеуметтік мәселені шеше алады, қоғамның тыныш, бейбіт және бақытты өмір сүруіне әсер ете алады. Келесі, күнделікті өмірде жомарттық жасаудың тиімді жолдары, яғни біз қалай жомарт бола аламыз, қалай жомарттық қасиетін бойымызға тарта аламыз. Соған жауап іздейік. Кездейсоқ мейірімділік жаса, немесе біреуге комплимент айту, мысалы, бүгін құлпырып кетіпсіз, мына киіміңіз сізге жарасыпты, мына ойыңыз маған қатты ұнады, мен бұл ойыңызбен келісемін деген сияқты. Ерікті түрде уақыт бөл. Біз сөз басымызда жалпы қарым-қатынас, оған уақыт бөлу туралы айттық. Отбасымызға уақыт бөлу, кішкене әңгімелесу, хабарласу деген сияқты. Келесі, қайырымдылық істермен араласу. Бұл тақырып туралы біз өте көп өткен сабақта айттық. Менікі не болар десің деп шетте қарап тұрмай, кішкене болса да өз үлесімізді тигізуге тырысуымыз қажет. Мысалы, жәрмеңкелер болсын, қайырымдылық істер, іс-шаралар болсын, соған қатысып араласуымыз қажет. Жақсы тыңдаушы бол. Біреумен хабарласып, сөйлесіп, жай күйін біліп, біреу болмаса өзіміздің отбасымызбен де өткен сабақта айтқандай бір стакан кофе немесе шай ішіп, сырласып, әңгімелесіп, жақындасып, қарым-қатынасты жақсартуға тырысу қажет. Келесі, дағдылармен бөліс, яғни білімімізбен бөлісу, білімімізге жомарттық жасау, біліммен жомарттық жасау адамдарға. Бірақ ескеруіміз қажет, біліммен бөлісу ол көшірту емес, үйрету. Табиғатқа жомарттық жасау, яғни жануарларға күтім жасау, оларға азық беру, қамқорлық жасау, өсімдіктер отырғызу, табиғатқа ағаштар егу, оларды суару деген сияқты. Жолда жатқан қоқыстарды арнайы орындарға апару. Өзіңді эмпатиямен түсінуге тәрбиеле. Яғни, негізі жомарт жанның бойында өзгелердің қажеттілігін түсіну сезімі басым. Келесі, ризашылықпен саналы жомарт бол. Яғни, біреу көрсін, білсін деп емес, шынайы көңілмен риза болып беру қабілетін дамыту. Жомарт жандардан үлгі алуымыз қажет және басқалардың жомарт болуына үлгі болуымыз қажет. Үлгі бол сөзін өткен сабақта айтқан жария садақа өте керемет ашады деп ойлаймын. Жарияның мақсаты беру және өзгелерді соған ынталандыру. Сонымен, жомарттық ол қолдау көрсету, қолдау білдіру, қолдау беру. Келесі, жомарттық ол қамқорлық көрсету. Жомарттық ол көмек беру. Жомарттық ол беру. Яғни жомарттық дегеніміз ол алу емес, беру. Алу деген оған мүлдем жат. Бұл беру дегеніміз физикалық тұрғыдан болуы мүмкін, эмоционалды тұрғыдан болуы мүмкін, немесе рухани, материалдық тұрғыдан да болуы мүмкін. Жомарттық тақырыбын мүмкіндігімізге қарай қолдан келгенше барынша ашуға тырыстық. Енді тапсырмаларға назар аударайық.
Ортақ тағам тапсырмасы мұғалім оқушыларға жасалыну оңай болған тағам түрін, яғни салаттың қажетті ингредиенттерін алдын ала оқушыларға әкелуді тапсырады. Қаласаңыз, бұл жемісті немесе көкөнсіз салат болуы мүмкін, немесе екеуі де болуы мүмкін. Бұл жерде бәрін оқушыларға бөліп береді, олардың жағдайына қарай. Және бұл жерде бәрін алдын ала оқушылар пісіріп, дайындап, турап, ыдыстарға төгілмейтіндей етіп салып әкелуі қажет. Турап, дайындап әкелген қоспаларды барлығы үлкен ыдысқа салып, мен ойладым, осы жерде оливье сияқты бір салат болса, барлығын ыдысқа салып, майонезбен араластырады деп. Жемісті салатты да барлығын турап салып, соңында йогуртпен араластырады және бірге дәмдатады. Бұл тапсырмадан мақсат ең әуелі жомарттық, қайырымдылық кезінде адамдардың күш біріктіруі, яғни бір іске жұмыла кірісудің өнімділігін көрсету және жауапкершілікке де тәрбиелеу. Егер кімде-кім ұмытып бір ингредиент әкелмесе, онда тағамда бір жетіспеушілік болады. Ал жауапкершілік сезімі бойында болса, ол оған жол бермейді, яғни ұмытпай әкелуге тырысады. Мен ойымша, бұл тапсырма оқушылардың күш біріктіру үшін өте керемет тәжірибе болады. Жомарттық тақырыбының мағынасын ашатын өте керемет әңгіме қалдырдым. Оқушылармен оқып, қорытынды ой шығаруға болады. Біз өткен сабақта да жомарттық жасау үшін алдын ала адамның қажеттілігін анықтау туралы сөйлескен болатынбыз. Соған байланысты шынайы оқиғаға негізделген патшаның оқиғасын көруді ұсынамын. Қаласаңыз, жекеңізге жіберемін. Бірнеше апта бойы жомарттық туралы сөйлестік. Біраз ой, мүмкін әдет қалыптастырып үлгерген болармыз. Алдарыңызда тұрған жомарттық ағашы, бұл жерде бос орындарға сіздіңше жомарттық не сұрағына жауап жазуымыз қажет. Мысалы, жомарттық ол беру, жомарттық ол бөлісу, жомарттық ол қамқорлық, уақыт ажырату, қажеттіліктерді анықтау, эмпатия деген сияқты толтыруымыз қажет. Келесі ұзақ мерзімді тапсырма. Бұл жерде уақытын алдын ала келіскендеріңіз абзал. Оқушыларға өздерінен қолданысынан артылған ақшаны бірге жинау тапсырылады. Әрине олардың қалауымен, олардың ерікті түрінде және белгілі бір уақыт жеткенде ашып, келісімді бір іске қолдануы қажет. Мүмкін ол қайырымдылық ұйымы, мүмкін біреуге азық-түлік алып, мұқтаж жанға бірге апарып беру, немесе мектеп кітапханасына кітап алу, көпшіліктің білім алуына әсер ету үшін. Ол жағын енді бірге келіскен дұрыс. Және де маңызды ескерту, бұл ақша жай ғана күнделікті тұрмыста қолданылатын шыны банка болу қажет, закрывашкамен жақсылап жабылған. Яғни шыны іші көрінетіндей болу қажет. Бұл адамның бойындағы уақыт кеп қалды, тезірек мен де үлесімді қосайын деген сезімін тудырады. Сол үшін іші көрінген өте дұрыс. Алайда кейбіреулер айтуы мүмкін, мен карточка қолданамын, наличка қолданбаймын деген сияқты. Оның да шешімі бар. Мұғалімге немесе сол жерден бір балаға сайлап, соның шотына ақша аударып, артық ақшаларды, сосын оны көп кешіктірмей наличка шығарып алып, банкаға салып, солай жинауға болады. Бұл тапсырмадан мақсат оқушылар ақша жинауды, үнемдеуді және жиналған ақшаны өзге біреуге қиып бере алуды үйретеді. Келесі үй тапсырмасы уақытқа жомарт деп аталады. Оқушы сыныптас достарына немесе бауырларына үй тапсырмасын сабақ үлгеруіне көмектеседі. Және бұдан қысқартылған 2-3 минуттық видео дайындап келесі сабаққа келеді. Келесі сабақта оқушылармен бірге көруге болады. Бұл тапсырманың мақсаты басқа адамға уақыт бөліп, көмекші болу дағдысын қалыптастыру. Келесі тапсырма сыйластық деп аталады. Бұл тапсырмада келісімді түрде жүзеге асырылуы қажет. Оқушылар алдын ала есімдер жазылған жеребені таңдайды, бірақ бір-біріне көрсетуге болмайды.
Келесі сабақта оқушылар есімі жазылған оқушыны сипаттап, оған дайындап әкелген сыйлығын береді. Сыйлықтың бағасы алдын ала келіскен болу қажет. Может, ол белгіленген бір баға болуы мүмкін, немесе қолдан жасалған сыйлық болуы мүмкін. Яғни ешкімге реніш болмау қажет. Бұл тапсырма оқушылардың бауырмалдылығының және ынтымақтастығының артуына әсер етеді. Келесі тапсырма оқушылармен бірге ақылдасқан халде қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастыру. Шарттары төменде жазылған. Сонымен жомарттық тақырыбына арналған сынып сабағымыз тамам. Жомарттық және оның антонимі болған сараңдық тақырыбын барынша жан-жақты ашуға тырыстық. Пайдасы тисе әрине қуаныштымыз. Сабақ ұнаса лайк басыңыз, пікір қалдырып достарыңызбен бөлісіңіз, тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыз. Аптаңыз сәттілік пен берекеге толы болсын.